Балалар, сауат ашу сабағын бастаймыз. Сабаққа дайынбыз ба? Иә. Алдымызға бір-бірімізбен сәлемдесіп алайық. Орнымыздан тұрайық. Амансың ба алтын күн, амансың ба көк аспан, амансың ба достарым, амансыздар ма қонақтар. Сабағымызды бастаймыз, жамандықты тастаймыз. Жақсы отырамыз. Балалар, енді бәріміз өткен сабақты еске түсіріп алайық. Ол үшін бәріміз экранға назар аударамыз. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Айсұлтанның анасы. Мен баламның не үйреніп жатқанын білгелі хабарласып отырмын. Балалар, әріптерді сендер білесіңдер ме? Иә. Ендеше менімен сөз ойла, тез ойла, ойынына алған келе ме? Иә. Әріптерді көрсетемін. Сол әріптің артында, сол дыбыстан басталатын бір сөз ойлап тап. Ойлаған сөзді орысша, ағылшынша аудармасын айтып беріңдер. Балалар, бұл қандай әріп? Қандай әріп ол? Қандай? Жақсы. Ал мынау қандай әріп? Хребет. Жақсы. Мынау қандай? Родина, кумар. Басар. Отбасы, семья, family. Жақсы. Мынарды кім біледі? Алимона. Дом, мяч, пол. Жақсы. Ал мынау қандай әріп? Айзере. Одос, посуда, table day. Жақсы. Ал мынау қалай айтылады? Кошка, кот. Жақсы. Жарайсыңдар балалар, сендер әріптерді жақсы біле білесіңдер. Рахмет, қош сау болыңдар. Сау болыңыз. Балалар, бауырсақты құтқару үшін біз қоянның тапсырмасын орындаймыз. Ол қоянның тапсырмасы сөздерге дыбыстық талдау жаса депті. Қараймыз. Суреті. Осы қол сөз не балалар? Біз отырып дыбыстық талдау жасаймыз. Есімізге түсіріп алайықшы. Біз дауысты дыбысты қандай текшемен белгілейміз? Қандай түсті текшемен? Қызыл. Дауысты, иә, қызыл. Ал дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейміз? Енді алдарында сендердің қызыл және көк текшелерін көріп, сонымен қол деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Ал бастаймыз. Бастаңдар балалар. Алғаш әріп танытқан ұстаз деген жарықта бойға білім дарытқан нұрбол. Еңбегі бар ақталған бала қиялда тарман ұстазы
kızınız. Duru. O benim sözümden yazmış. Yarayınlar vallahi. Ustazım meni yetkizgen asqat armonlar. Mehrimmen bergen bilaman. Sıylagan jan jürek şuan. Sezim tonup Basiyeme мәңгі ұстазлай құрметке қабылда бұл әнді шәкіртіңнен